Сәлем достар, сіздермен бірге мен Умрали Қадыр. Бүгін біз сіздерге логикалық сұрақтар айдарының екінші бөлімін ұсынамыз. Ендеше біз кеттік. Достар, сіздерге ойлануға 15 секунд беріледі, ал сұрақтан 3 сұрақ қойылады. Біздің бірінші сұрағымыз: сені 40 градустық бір суық жерге қамап қойды. Сенің амалың: сенде бір сіріңке бар, және де бір шам мен пеш бар. Енді сол екеуінің қайсысын бірінші жағасың? Саған уақыт кетті. Достар, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Енді бұл сұрақтың жауабы: бұл сұрақта екеуінде бірінші жақпайсың, бірінші сіріңкені жағасың. Енді екінші сұрақ. Екінші сұрақта ұзындығы 10 метрлік бір көпірден өтіп бара жатсың. Ол көпір тек 200 килограммды көтереді, ал сенің көлігің дәл соған сәйкес 200 килограмм. Енді сол дәл көпірдің ортасына жеткен кезде сенің үстіңе 2 граммдық құс ұшып келді. Сенің жауабың: көпір сына ма, әлде сынбай ма? Сіздерге уақыт кетті. Достар, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Енді бұл сұрақтың жауабы: көпір сынбайды. Өйткені сіз 5 метрлік жерге келемдегенше сіздің 2 граммдық бензиніңіз таусылады. Оның орнына құс ұшып келіп қонады. Сондықтан дәл соның көлемімен бірдей болып, көпір сынбайды. Енді үшінші сұрақ. Үшінші сұрақта бір адам нөсер жаңбыр кезінде далада қалып қойды. Енді сол жаңбырдан үйге келген кезде шасы су болмады. Және де оның басында қалпақ не кепка, не қолшатыр жоқ. Бұның жауабы қалай? Достар, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Бұл сұрақтың жауабы: ол адам тақырбас. Видео ұнаса, төмендегі подписаться деген қоңыраушаны басып, каналыңызға жазылып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің видеомыз аяқталды.